Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы санның логарифмі және оның қасиеттері. Сабақтың мақсаты логарифмнің шығу тарихы және қолдану туралы мағлұматтар беру, логарифм ұғымы және оның қасиеттерін түсіндіру, санның логарифмін табуды үйрену. Жалпы логарифм ұғымы бізге 1614 жылдан бері белгілі. Шотландық математик 1614 жылы Джон Непер бізге логарифм кестесін ойлап тапқан болатын. Ал логарифм деп белгіленуін 1624 жылы неміс астрономы Йоганн Кеплер ұсынған болатын. Анықтама бойынша бізде қарасақ, мынандай логарифм беріліп тұр екен. Негізі а болатын b санының логарифмі тең болады x-ке деп жазылып тұр. Қарасақ, оқылуы дәл осылай оқимыз, яғни негізінен бастап оқимыз. Негізі дегеніміз анау төмен жағында, логарифм төмен жағындағы көрсетіліп тұрған индекс екен. Сол индекстен бастап оқимыз. Негізі а болатын b санының логарифмі x-ке тең деп оқимыз. Сіздерге алдыларыңызға қарасақ, негізгі логарифмдік тепе-теңдік беріліп тұр екен. А санының көрсеткіші болып логарифм беріліп тұр. Егер негізі мен а саны бірдей болатын болса, онда логарифм астындағы санды жазуымызға болады екен. Мысалға қарайтын болсақ, 5 санның негізі 5 болатын, 6 санның логарифмі деп көрсеткішінде көрсетіліп тұр екен. 5 пен 5 бірдей болып тұрған себепті біз 6 деген санның өзін жазамыз. Бұл көрсетіліп тұрған тепе-теңдік логарифмнің негізгі тепе-теңдігі деп аталады екен. Жалпы логарифм бізде ондық логарифм, натурал логарифм деп бөлінеді. Соның ішінде ондық логарифм деп атайтып тұрғандай, бұл негізі 10 бойынша алынған логарифмді айтылады екен. Мысалға бізде негізі 10 болатын b санының логарифмі деп сол жағында жазылып тұр, ал оң жағында lg-b деп тұр. Егер бізде lg-b деп берілсе, мысалға, онда бұл ондық логарифм деген сөз. Яғни ондық логарифмді біз лог деп 3 әріптен жазбайды екенбіз, lg деп 2 әріппен ғана қысқартып жазады екенбіз. Есептерде егер lg деп келіп тұрса, негізінде бізде 10 деген сан тұр деп есімізге алатын боламыз. Келесі бізде натурал логарифм. Натурал логарифм бұл негізі деген санға бойынша алынған логарифм, яғни лог деп жазылмайды екен, бұл бізде ln деп жазылады. Егер есептерде ln деп келетін болса, бұл бізде натурал логарифм, яғни деген негізінде тұр деген сөз. Біз түбір астында 4 десек, бізде түбірде, мысалы, квадрат түбірлерде x жазылмайды ғой, дәл солай. Бұл жерде де логта, яғни ln деп жазылмайды екен. ln десе, біз міндетті түрде бұл натурал логарифм деп айтамыз. Деген бізде ол иррационал сандар үшін болатын. Енді логарифмнің қасиеттеріне келейік. Логарифмнің қасиеттерін айтатын болсақ, егер логарифмнің негіздері бірдей болса, онда біз логарифм астындағы сан, яғни b қосылған саны көбейтінді түрінде жазады екенбіз. Ал егер негіздері бірдей болып айырма болса, онда азайтуды біз b бөлінген с деп жазады екенбіз. Егер бізде логарифм астында санның дәрежесі болса, онда сол дәрежені алдына түсіріп, қалған логарифмді дәл солай көшіріп жазады екенбіз. Ал егер дәреже бізде негізде тұратын болса, онда алдына 1 бөлінген деп сол негіздің дәрежесін жазады екенбіз. Қазір бұлардың барлығы бойынша мысалдарда көретін боламыз. Және 5-ші формула бұл бізде алмастыру формуласы. 6-шы формулада қарап отырсақ, негізі а болатын а санының логарифмі 1-ге тең дейді. Бұл деген сөз а-ның 1 дәрежесі а-ға тең. Яғни кез келген санның 1 дәрежесі өзіне тең деген мағынаны білдіреді. Логарифм а, негізі а болатын 1 санның логарифмі 0-ге тең дейді. Бізде білеміз, яғни кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең екен. Жалпы логарифм ұғымы бұл көрсеткіштік функцияға кері амал екен, бұл бізге бұрыннан белгілі. Енді жаңағы мен есепте, егер көбейтінді тұрса, түрінде берілсе, онда біз оны қосу түрінде жазады екенбіз. Бөлшек түрінде берілсе, азайту түрінде, дәреже болса алдына түсіреді екенбіз. Енді келесі осы мысалдар бойынша, формула бойынша мысалдарға өтейік. Логарифмді есептеңіз дейді. Бізге мынандай есеп беріліп тұр екен. Бірінші есеп,
негізі 3 болатын 27 санының логарифмі. Бұл бізде жауабына қарасақ 3-ке тең дейді. Ол деген сөз, яғни 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтін болсақ, онда ол 27-ге тең екен. Ал енді екінші есепке қарайтын болсақ, негізі 2 болатын 16 санының логарифмі дейді. Бұл жерде біз яғни 2-ні өз-өзіне неше рет көбейтсек, 16 шығады деген ұғымды білдіреді екен. Ол дегеніміз 4 рет, яғни 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейтсек, 16. Бұл бізде жаңа айттым ғой, көрсеткішті функцияға кері, яғни 2-нің 4 дәрежесі 16 дегенді білдіреді. Енді логарифмді келесі үшіншіде негізі 5 болатын 125 санының логарифмі. Яғни бұл жерде 5-ті өз-өзіне неше рет көбейтсем, 125 шығады деген сөз. Яғни ол дегеніміз логарифм 3-ке тең, яғни 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсек, ол 125 шығады екен. Келесі мысалдарға қарайық. Өрнекті ықшамдаңыз дейді, жаңағы көбейту түрінде, бөлу түрінде және дәреже түрінде есеп беріліп тұр екен. Енді осы есептердің жауаптарына қарайық. Жаңа айттым, егер көбейту түрінде берілсе, екеуісін қосу түрінде негіздері бірдей жасап, оларды екі жаққа бөлеміз. Енді қараймыз, логарифм бірінші 8, екінші 16 деген сан. Ортасына плюс қойылады, себебі ол көбейту түрі. Енді есептейміз. Негізі 2 болатын 8 санның логарифмі. 2-ні өз-өзіне неше рет көбейтсем 8, яғни 3 рет көбейтсем 8 шығады екен. Плюс, енді 2-ні өз-өзіне неше рет көбейтсем 16 шығады дедік, 4 рет көбейтсек, яғни 3 қосылған 4 тең 7 деген жауап шығады екен. Дәл солай екінші есепте екеуісінің бұл жерде негіздері 3-ке тең, бөлшек болғаннан кейін 81-ді 3-ке бөл деп тұр, яғни біз бұны азайту түрінде жаздық. Негізі 3 болатын 81 санының логарифмі, яғни 3-ті өз-өзіне неше рет көбейтсем 81 шығады деген сөз, яғни ол 4-ке тең. Одан кейін келесі негізі 3 болатын 3 саны. 3-тің қай дәрежесінде 3-ке тең болады, яғни 3-тің 1 дәрежесінде. Сонда 4 азайтылған 1 тең болады 3. Бұл есептің жауабы 3-ке тең екен. Үшінші есеп бойынша негізі 5 болатын 25 санның 3 дәрежесі. Енді бұл жерде дәреже болғаннан кейін, жаңа формула бойынша дәрежені алдына түсіреміз 3 сан, қалған логарифмді көшіріп жазып қоямыз. Негізі 5 болатын 25 санның логарифмі. 3-ті сол күйден жазып қоямыз. Енді 5-ті өз-өзіне неше рет көбейтсем 25 шығады. 2 рет көбейтсем. 3-ке 2-ні көбейтеміз, ол бізде 6-ны береді екен. Дәл осылай жаңа формулаларды қолдана отырып, есептерді осылай шығара беретін боламыз. Егер біз көрсеткіштік функция тақырыбын жақсы түсінсек, біз логарифм тақырыбынан ешқандай қиналмай өтетін боламыз. Келесі, өздеріңізге мынандай есептеу берілген екен. Бұл жерде де көрсеткіштік, яғни негіздері бірдей болып тұр, ары қарай амалды орындайды екенбіз. Қосу болған кезде көбейтеміз дедік, азайту тұрған жерде бөлеміз дедік, қалғаны дәл жаңағы есептер екен. Осыны өздеріңіз дәптерде жазып, есептеп көріңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.